Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұркезет достар. Бүгін футбол туралы контент шығады, яғни ешқандай ондай ойын түсірмеймін достар. Бүгін кешегі немесе алдың күні болған Эл Классико туралы айтатын боламыз достар. Эл Классико 5-2 есебімен аяқталды. Барселона 5 гол соқты. Ламин дубль жасаса, Валде, Рафиня, Левандовский гол соқты. Және 2 голды Реал Мадрид салды. Реалда Мбаппе мен Килиан Мбаппе салды және Родриго соқты. Родриго айып тобынан 9-ға діл тепсе, Мбаппе өзінің дриблингімен көзге түсті. Дегенмен де Реал ұтылды. Бұл Эл Классикода, бұл финалда, бұл Испания суперкубогында ұтылды. Дегенмен де бұл клубтың жеңілді деген білдірмейді үшін, бірақ жеңіліс. Тағы не айтамыз? Осы жақында хоррор видео шығады достар, күтіңіздер. Және тіркелмеген жандар болса тіркеліңіздер, достарыңызға айтыңыздар достар. Каналды барынша дамытып жіберейік. Видеолардың качествосына, графикасына мән бермеңіздер, енді ол жағын түзейтін боламын. Міне осы жерде Мбаппе салды, міне өзінің дриблімен көзге түсті. Мен бұл кезде Винисиусқа пас бере ма деп едім, пас бермеді. Өз ойыншыларды алдап гол соқты, бірақ бұдан кейін тағы да Барселона 5 гол салып кетті. Реал фан болсам да, Барселона мықты ойнады, база жоқ. Реалдың составы қаншалықты мықты болса да, Барселона барынша тырысты және 5 гол соқты. Реал Мадридтің фанаты болсам да, Барселона өте мықты клуб екен. Қайбір жылдары, алдыңғы жылы ма, өзі ұтылып қораға кіріп кетіп еді. Сол қорадан шығудың амалын жасады. Уже шығып қойды ғой, қаншама клубты ұтып, трофей жеңді дегендей. Бұл кезде де кім, Рафиня ма, сол мүлк кетті. Сәл ғана қалды. Және достар, Реал Мадридте жақсы ойнаған бұл Вальверде, Куртуа болды. Вальверде 1-2 голдан аман алып қалды, Куртуа 2 голдан аман алып қалды. Куртуада база жоқ, мықты вратар болды. Реалда ойнауға лайық. Және сары қағаз көп болды, себебі бұл Эл Классико, бұл финал, сол үшін сары қағаз, қызыл қағаз болады. Қызыл қағаз Барселонаның вратары алды қызыл қағазды. В общем, осындай матч болды. Эл Классико көптен көп көре бермейміз достар. Сондықтан қарап отырыңыздар әр матчты. Осы кезде мен гол ма деп қалдым бар ғой. Дегенмен де мүлк кетті. Достар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ойлаңызшы, Ламин Ямал 17 жаста, бірақ Эл Классикода Реал Мадридтің ойыншыларын ұйықтатып, кәдімгідей 2 гол соғып кетеді ғой, ойлаңыз. 25-30 жаста аралығындар ойнамайды. Ламин Ямал Эл Классикода әймен еркін жүр ғой. Мұны осы жерде Ламин Ямал соқты, мен Ламин Ямал келе жатыр, және де смело гол соқты ғой. Куртуаның өзі ұстай алмай қалды. База жоқ депті 17 жастағы бала Ламин Ямал. Міне, гол тойлау тәсілі. Сау болыңыздар достар. Сіздермен бірге болған мен Нұркезет достар. Сөзден шатау сатқанымыздың кешірім сұраймын, ал сау болыңыздар. Маған мән бермеңіздер, видеоға өтініш мән бермей қойыңыздар.